Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге доктор Алмат. Бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз, яғни жаз мезгілінде хит болатын саумал мен қымыздың адам ағзасына орасан зор пайдасы жайлы қысқадан нұсқа айтып өтетін боламын бүгінгі тақырыпта. Және де видеоның соңына дейін көріңіз, сізге пайдалы ақпарат болады деп сенемін. Біз ата бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымызды қымыздың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екенін талай мәрте айтып келеміз. Қымыздың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте оқырман назарына еске салуды жөн көріп отырмын бүгін. Ал енді қысқадан нұсқа пайдасы жайлы айтып өтетін боламын. Ең бірінші, ол қымыздың құрамындағы С дәрумені сиыр сүтінен салыстырғанда 10 есе көп. Қымыздың құрамындағы жыныс гормондарына жақсы әсер ететін ферменттер бар. Бұл әйелдерді бедеуліктен, ерлерді белсіздіктен қорғайды, қуаттандырады. Құрт ауруларын алдын алады, ауырған адамның қайта қалпына келуіне жақсы ықпал етеді. Саумал қымызды ем ретінде буын ауруларын ішсе тіпті пайдалы, салданудың алдын алады. Жаңа босанған келіншектің сүтін молайтып, нәрлетеді. Демек, емізулі балаға да пайдасы орасан зор деген сөз. Ашыған қымыз шөлді басып, қан тамырды қорландырып, қалдықтарды тазарлатып, іш қатудың алдын алады. Ашығудан кейін қымыз ішу буын ауруларына өте пайдалы. Адам денесінің күш қуатын арттырады, бүйрек пен бауырды қанықтырады, қан тамырларды тазалайды. Буын аурулары мен сүйектің қақсауын, жүйкенің жұқаруын, бас айналу, созылмалы сары ауру, яғни гепатит, ұйқысыздық, ішектегі жара, гастрит, асқазан жарасы сияқты аурулардың алдын алады немесе оны жеңілдетіп емдейді. Қымыз адамның физикалық жағдайын оңалтып, тәбетін ашады, ас қорытуды жақсартады. Дәрігерлер қымыздың безгек ауруына және жөтелге қарсы ішуге де ұсыныс жасайды. Қымызбен емделгенде қан құрамындағы гемоглобин, эритроциттер көбейеді. Тамырдың соғуы жиіліп, қан айналымы жылдамдайды. Қан тамырдың жұмысы жақсарып, жүрек соғысы жақсарады. Кез келген сүтте ең бағалы зат ақуыз. Бие сүтінде ол 1,8-2% болады. Қымызда шамамен 1,3-2% май бар. Бұл сиыр сүтінен 2 есе кем деген сөз. Тұрақты түрде қымыз ішкен адамның иммунитеті артады, ауруларға шалдықпайды. Бие сүтіндегі полиқанықпаған май қышқылдары қан айналымын жақсартады. Бие сүтіндегі лактоферин атты ақуыздан Ресей ғалымдары қатерлі ісікке қарсы дәрілер жасауда қазіргі уақытта. Қымыз ішкен адамның жаны мен қаны бұрын арақ ішкен, сыра ішкен аурулардың зардаптарынан тазартады. Ерлерді белсіздіктен қорғайды. Қымыздың майы атеросклероз еміне шипалы. Қымыздың құрамында қанықпаған май қышқылдар адам денесіндегі жасушаларды жақсартады. Қымыздағы кіші молекулалы пептидтер жасушалар белок синтезін күшейтеді. Ағзадағы улы заттарды сыртқа шығаруға көмектеседі. Тамақтың алдында немесе тамақпен бірге аз мөлшерде 50-100 мл ішілген қымыз ас қорыту сөлдерінің бөлінуін айтарлықтай күшейтеді. Бұл дегеніміз астың қорытылуына жақсы ықпал жасайды. Ағзадағы зат алмасуын реттеп отыратын асқазанның, ішектің, ұйқы безінің, ас қорыту сөлдерінің, бауырдағы өт бөлетін ферменттердің жұмысын ынталандыратын қымыз құрамында пайдалы да заттар бар. Қымыз құрамында ағзаға жеңіл сіңетін ақуыздар, пептидтер, амин қышқылдар болғандықтан сусынның бұл түрі сырқат адам үшін күш-қуат береді. Қымыз ашығанда пайда болатын сүт қышқылы спирт, асқазан ішек сөлін қоздырып, астың жақсы қорытылуына, ыдырауына жәрдемдеседі. Қымыздың құрамындағы биологиялық белсенді ақуыздар, экозоноидтар, С дәрумені, микроэлементтер, сүт қышқылы, спирт ашу өнімдері, химиялық реакциялардың ағымын шапшаңдатып, олардың үдерістерін қалпына келтіруге үлкен әсер етеді. Бұл тіндердің жасушалық компонент түрінде жаңарып, ағзаны жасартады деуге де болады. Бие сүтіндегі С дәрумені мол болуынан қымыз туберкулез ауруын емдеуде өте шипалы. Қымыз туберкулезбен ауыратын науқастарда өте пайдалы болып табылады. Қымыздың құрамында В, В2, В12 дәрумендері бар болғандықтан жүйке ауруларына өте шипалы. Қымыз ас қорыту органдарының, жүрек тамырларының, жүйке жүйесінің, басқа да органдардың қызметін жақсартады. Қымыз ішкенде адам тәбеті ашылады.
оған қымыз құрамындағы сүт қышқылы әсер ететін болады. Берлин деген ғалымның зерттеуінде бие сүтінің майы туберкулез бактериясының өсуін тежейтіні айтылады. Қазіргі медицинада қымызды антибиотиктер мен басқа да дәрі-дәрмектермен байланыстыра өкпе туберкулезін, бүйрек, сүйек ауруларын, ішек қарын, жүрек қан тамырларының, өкпе ауруларын емдегенде өте пайдалы екені анықталып жатыр. Қымыздың әсері адамның ағзасына өзгертеді. Ондағы физиологиялық, биохимиялық үдерістерді күшейтіп, зат алмасуды қалпына келтіреді. Қымыздың құрамында адам ағзасына қажетті барлық элементтер бар десек те қателеспейміз. Адам тамағында Б дәрумені болмаса, ол бері деген ауруға шалдығып, мұндай ауру адамның қозғалғыш және де сезім жүйкелері зақымдалады, паралич болып қалады. Б12 дәрумені жоқ болса, жілік майында қан құрау бұзылады, қаназдық пайда болады. Сол себепті бұның қымыз ішіп сақтануымызға болады. Және де естеріңізге сала кетейік, бізде 2020 жылдар коронавирус болған кезде де біздің халқымыз жаппай саумал ішіп емделген болатын. Сонда саумал ішкен адамдардың денсаулықтары, иммунитеттері өте жақсы болған. Бүгінгі видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Бұл осы арнаның дамуына өте үлкен үлесін қосады. Сіздермен бірге болған доктор Алмат. Назарларыңызға рахмет.